Мүміндердің анасы Хадиша Хуайлид қызы, Аллах оған разы болсын. Адамдар маған қарсы келгенде, күпірлік танытқанда, Хадиша маған иман келтірді. Адамдар мені жалғаншыға шығарғанда, ол мені растады. Адамдар мені мал дүниеден айырғанда, ол мені өз дәулетімен жұбатты. Және одан Аллах маған әйелдердің басқасынан нәсіп етпеген бала берді. Хадиша Хуайлид ибн Асад қызы. Ол Құрайш тайпасы әйелдерінің ең сыйлы да абыройлысы және құрметтісі болатын. Оның анасы ақылды, парасатты Фатима ханым беделді де сыйлы ел көсемінің отбасында дүниеге келіп, даңқ пен құрмет салтанат құрған үйде тәрбиеленген. Хадишаның шежіресі әкесі жағынан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам арғы атасы Құсайға, ал шешесі тарапынан Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам аталарынан болып келетін Люайға барып тіреледі. Хадиша шамамен хиджра жыл санауынан 68 жыл бұрын, мәшһүр піл жылынан 15 жыл бұрын туылған. Ол етек жеңін жауып, бой жеткеннен соң мәдениеттілігі мен жібектей сыпайы мінез құлқы, салмақтылығы мен бір сөзділігі, байсалдылығы мен зеректігінің арқасында елге танылып, Тахира, пәк таза деген атқа ие, ақылды да парасатты әйел атанған. Күйеу болу дәмесімен оған барлық ер кісілердің назары түсетін. Хадиша Абу Халя ибн Зурара әт-Тамимимен тұрмыс құрып, Абу Халядан бір ұл және бір қыз көреді. Оның қазасынан кейін екінші рет Атиқ ибн Абид әл-Мағзумиге күйеуге шығады. Бірақ көп кешікпей араларында бір қыз қалған, олар айырылысып кетеді. Басқа бір риуаяттарда екінші күйеуінің де қайтыс болғандығы жайлы деректер кездеседі. Құрайш тайпасының ішінде оған күйеулікке үміткер көп болады, бірақ ол өзін бүтіндей балаларына және сауда істеріне бағыштайды. Ол өте дәулетті әйел еді. Оның жүргізген керуені бүкіл Құрайштардың шығарған сауда керуеніне тең келетін. Мал дүние тауып, балаларын қамқорлығына бөлеген оның өмірінде тыныш тіршілік белестері басталады. Бірақ көп ұзамай ол тыныш тіршілігіне нүкте қойған бір түс көреді. Бұл түс Хадишаны беймаза күйге түсіріп, бойында үміт шоғын үрлейді. Ол түстің орындалуын тағатсыздана күтеді. Түсінде Мекке көгінен шыққан күн шұғылалы сәулесімен жер жаһанға нұр шашып тұрғанын көреді. Ояна сала толғанысымен жүрек дірілін басып, аздап өз-өзіне келген соң, немере ағасы Уарақа ибн Науфалдың үйіне барады. Бұл кісі ақиқат жолын іздеушілерден болатын. Оның көзқарасы дұрыс әрі таза еді. Ол өзін сол кездегі Құрайштардың сыйынып табынатын пұт мүсін тәріздес жалған құдайларынан аулақ ұстайтын. Ол Мәриям ұлы Исаның дінін қабылдап, бір құдайшылықты ұстанатын. Хадиша оған өзінің түсін айтқанда, Уарақа, сен көрген күн мен оның сәулесінің шұғыласы, бұл ең соңғы пайғамбардың дүниеге келуінің және оның сенің үйіңе кіретіндігінің белгісі, демек сен оған тұрмысқа шығасың, ей қарындасым, дейді. Бұл сөздерді естігенде Хадишаның тұла бойын тебірену мен толқыныс билеп алады. Абыржулы күйде ештеңе сезбей, өзіне өзі, мен кезінде өзімді балаларымның тәрбиесі мен кәсібіме бағыштап, Құрайш тайпасының небір беделді де құрметті ерлерінің бетін қайтарған едім. Егер мені осы үмбеттің пайғамбарымен отау құру күтіп тұрған болса, бұл басқа мәселе. Бұл жоғарыдан берілген Тәңірімнің рақымы және мұның артында игілік бар, дейді. Осыны айтып, ол желбегейін жамылмастан қасиетті Қағбаға жүгіріп келіп, тауап ете жүріп, Аллахтан әдеттегіше саудасының берекесін емес, осы түстің орындалуын сұрады. Осыдан бастап оның алабұртқан көңілі жай таппай, әлде бір нәрсені іздеп, бір жайтты күткендей аласұрады. Күндер өте келе, Құрайштардың арасындағы әңгімелерден қой бағуды кәсіп еткен әрі көкесі Абу Талибке көп жанды отбасын асырауға қолғабыс жасайтын Мұхаммед деген жас жігіт жайлы жиі естиді.
Адамдар оның ерекше аманатшылдығы мен шыншылдығына тамсанатын. Оның есімін атағанда сенімді деген мағынаны білдіретін әмин деген жанама атты қоспай атамайтын. Әмин келді, әмин өтті, әмин ананы істеді, әмин мынаны істеді десетін. Ол жөнінде естігендері Хадишаны іштей шаттыққа бөлейтін. Мұхаммедтің шыншылдығы мен аманатшылдығы, қарапайымдылығы мен сенімділігі, қайырымдылығы мен ақылдылығы, парасаттылығы мен жаман істерден қашықтығы оны төңірегіндегілер бой ұрған былықтардан алыс ұстады. Ол арақ ішпейтін, құмар ойнамайтын және дүниелік арзымастарға сатылмайтын. Хадиша осының барлығын естіп біліп, сырттай оны қатты ұнатады. Оған келуі күтіліп жүрген пайғамбар осы Мұхаммед болуы мүмкін деген ой да келді. Бірде сауда істері үшін және керуеніне басшылық жасайтын сенімді де адал ер азамат іздеген Хадиша Мұхаммедті өз көзімен көргісі келіп, оған адам жібереді. Хадиша Мұхаммедті шын мәнінде де тамаша тыңдай білетін, көп сөзге жоқ адам ретінде таниды. Оның айтқан сөздері көркем де салиқалы шығатын. Ол үнсіздік сақтағанда салмақты да әспетті күйге түсетін. Ал сөйлегенде сұлулық пен баурап алар тартымдылыққа ие болатын. Ал күлгенде оның аппақ маржан тістері жалтырап күнге шағылысатын. Ол екеуі оңай келісіп, болашақ елші Мұхаммед Хадишаның сауда істерімен Шамға аттанады. Бұл сапар барысында керуен істеріне жауапкер ретінде Майсара деген адам тағайындалады. Жол бойы Мұхаммед пен Майсара бір-біріне қолғабыс тигізіп жүреді. Керуен Меккеден Шамға дейін ұзақ та шөлді Сахараны басып өтеді. Майсара мен оның жанындағы адамдар бүкіл жол бойы Мұхаммедке қатысты бой көрсеткен таңғажайып нәрселердің куәсі болады. Олар бұл жайттарға қалай түсінік беруді де білмейді. Мәселен, күн қатты ысып, күшіне мінген кезде Мұхаммедтің төбесінде екі бұлттың сая болып жүргенін олар түсіне алмайды. Сонымен қатар олар аздап әлденіп алу үшін Бусра сауда орталығына тоқтағанда Мұхаммед бір ағаштың көлеңкесіне барып отырады. Сол сәтте Настура есімді монах келіп, оған мұқият зер салып, Майсарадан ол жайлы сұрастыра бастайды. Майсара оған Мұхаммедтің Құрайш тайпасынан, қасиетті Мекке шаһарынан екенін айтады. Сонда монах, бұл ағаштың саясына пайғамбарлардан басқа ешкім отырмаған еді, деп сәл кідіріп, оның көзінде қызыл теңбіл дақ бар ма, деп сұрады. Оған Майсара, «Я» деп жауап берді. Әкелген тауарларын сатып, мол пайда түсірген керуен Меккеге сәтті оралады. Мұхаммед Хадишаның сауда-саттық істерін жүргізуде өзгеше бір тәсіл қолданды. Әдетте көп саудагер Меккеден тауар алып шығып, оны Йеменге, Шамға апарып сататын, немесе Шамнан, Йеменнен зәру-заттар алып келіп, бұл тауарларды Меккеге пұлдайтын. Мұхаммед болса, Меккеден тауар артып шығып, оны Шамға апарып сатады да, сол жерде біраз аялдап, меккеліктерге қажет заттарды алып, бұларды Мекке базарына әкеліп өткізеді. Нәтижесінде керуен есепсіз пайдаға кенеледі. Мұхаммедтің сауда-саттық ісіндегі құтты қадамы мен кісі малына деген аманатшылдығы Хадишаның көңілінен шығып, болашақ пайғамбардың қадір қасиеті оның алдында ұлғая түседі. Сондай-ақ үстеме қызметкері Майсарадан естіген әңгімелері оның жүрексінсе де, бұл жас жігіттің өмірлік серігіне айналу үшін түбегейлі шешім қабылдауына түрткі болады. Бірде Хадишаны жақын құрбысы Нафиса Муния қызы зиярат етіп келеді. Ұзақ әңгімеден кейін Хадиша оған ішкі құпиясын ашады. Оны тыңдап болған Нафиса, Құрайш әйелдерінің арасында сұлулығы мен байлығы және мәртебесімен саған тең келер ешкім жоқ. Әрбір ер кісі саған үйленуді армандайды, дейді. Осыны айтады да ол Мұхаммедке барып, саған үйленуге не кедергі жасайды, деп сұрайды. Ол, оған менің жағдайым келмейді, дейді. Нафиса оған күлімсіреп, егер біреу сені ақылымен, сұлулығымен,
байлығымен және құрметімен шақырса жауап берер ме едің дейді. Мұхаммед ол кім еді деп сұрайды. Ол Хадиша Хуайлид қызы дейді. Мұхаммед егер ол келіссе мен қарсы болмас едім деп тіл қатады. Нафиса бұл жаңалықты Хадишаға қуана хабарлайды. Тойға дайындық басталып, қой, түйелер сойылып, кедейлерге ет үлестіріледі. Бұл кезде Мұхаммедтің жасы 25-те, ал Хадиша 40 жаста болатын. Араларындағы жас алшақтығына қарамастан, Мұхаммед пен Хадиша 25 жыл бақытты ғұмыр кешеді. Мұхаммед оны құрметтеп, Хадиша Кубра, ұлы Хадиша деп атайтын. Екеуі Қасым, Абдуллах атты 2 ұл және Зайнап, Руқайя, Умму Күлсім және Фатима есімді 4 қыз сүйеді. Болашақ елші пұтқа табынушылардан бойын аулақ ұстап, жаратылыс пен жаратушы жайында ойға шомып, пікір жүгіртетін. Бұл жайлы Айша анамыз, Аллах оған разы болсын, былайша әңгімелейді. Содан кейін оған оңашалық ұнамды болып қалды. Отбасын сағынғанға дейін жалғыз өзі Хира үңгірінде үздіксіз бірнеше түн Аллахқа құлшылық ғибадат жасайтын. Сол үшін өзімен бірге азық алып кететін. Сосын Хадишаға қайта соғып, тағы да сол үшін азық ауқат қамдап алатын. Хира үңгірінде оған ақиқат келгенге дейін осылай жалғасты. Оған періште келіп, оқы дейді. Аллах елшісі оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын. Мен оқи білмеймін деп жауап береді. Пайғамбар оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын. Сол кезде ол мені ұстап, бұлқынғанымша тынысымды қысты. Сосын мені босатып, оқы деді. Мен оқи білмеймін дедім. Ол мені 2-ші рет ұстап, тағы да бұлқынғанымша тынысымды қысты. Сосын босатып, оқы деді. Мен оқи білмеймін дедім. Ол 3-ші мәрте ұстап, бұлқынғанымша тынысымды қысты. Сосын қоя берді де, жаратқан Раббыңның есімімен бастап оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса жомарт, деді, деп айтты. Айша анамыз сөзін жалғап, содан кейін Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, жүрегі дірілдеп, Хадиша Хуайлид қызының алдына кіре сала, мені орап тастаңдар, мені орап тастаңдар дейді. Олар оны қорқынышы басылғанша орап қояды. Мен өзіме қатысты қорқып қалдым деп болған уақиғадан хабардар етеді. Сонда Хадиша, жоқ, олай емес. Аллахпен ант етемін. Аллах сені ешқашан қор қылмайды. Өйткені сен туыстармен жақсы қарым-қатынастасың. Қорғансызды сүйейсің, жоқ жітікке қарайласасың. Қонақты сыйлайсың және өзгелердің құқығының сақталуына жәрдем етесің, деп жауап береді. Бұдан соң Хадиша оны өзінің немере ағасы Уарақа ибн Науфал ибн Асад ибн Абдул-Ғуззаға ертіп барады. Ол жахилият дәуірінде христиан дінін қабылдаған кісі еді. Көне еврей тілінде жаза алатын. Аллах қалағанша Інжілден көне еврей тілінде жазатын. Қартайған, көз жанарынан айырылған шал еді. Хадиша оған, уа көкемнің ұлы, туысыңның баласын тыңда дейді. Уарақа, уа туысымның ұлы, не көрдің дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам көргенін айтып береді. Сонда Уарақа, бұл Аллах Мұсаға алейхиссалам жіберген періште намус, шіркін, жас болғанымда ғой, қауымың сені елден қуып шығарар кезде тірі жүрсем, дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, олар мені қуып шығара ма деп сұрайды. Уарақа, иә, қашанда сен әкелген сияқты нәрсемен келген кісіге дұшпандық жасалған. Егер сол күнге дейін тірі болсам, саған зор жәрдем беремін депті. Бірақ уақи кешікті де, көп уақыт өтпей Уарақа дүние салды. Уарақамен болған сұхбаттан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дағуат жолындағы қиындық Аллахтың пайғамбарлары мен елшілеріне орнатқан заңдылығы екенін түсінді. Хадиша Аллахқа және оның пайғамбарына саллаллаху алейхи уассалам иман келтіріп, исламды таудай сенім, шынайы махаббатпен қабылдағандардың ең алғашқысы болды.
Сонымен қатар оның бүкіл отбасы, ұлы Хинд ибн Абу Хәлә, қайнысы Әли ибн Абу Талиб, азат етілген құлы Заид ибн Хариса және Заидтың әйелі Усаманың анасы Умму Аймандар, Аллах оларға разы болсын, исламға кірді. Ол күйеуіне кәпірлер тартқызған тауқымет азабын иық тіресе көтерісті. Ауыртпалығын жеңілдете жүріп, бар күш-жігерін сарқа қолданды. Исламға шақыру дағуаты қанат жайып, мұсылмандардың саны артқан сайын кәпірлер тарапынан зорлық-зомбылықтар да үдей түсті. Хадиша елшіні талмай қорғап, ылғи да оны сабырлылыққа шақырып, дем беріп отырды. Олар өздері уағыздап шақырып жүрген ақиқаттың сөзсіз жеңетініне сенетін. Екеуі балиғат жасына жетпеген ұлдары Қасым мен Абдуллахтан айырылды. Бұл орны толмас қасірет болса да, өздерін сабырлы ұстап, қайғының меңдеуіне орын бермеді. Хадиша бұл ықыласы үшін көзі тірісінде-ақ жәннатпен сүйіншіленген болатын. Жәбірейіл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп, оған Хадишаға сәлем беруін сұрап, шындығында Аллах оны, Хадишаны, жәннаттағы ың-шыңы жоқ, бейнетсіз, жақұтпен безендірілген інжу сарайымен сүйіншілейді деген. Хадиша Ясирдің әйелі, Аммардың анасы, Сумайяның, Аллах оларға разы болсын, азапты өлімге діні үшін басын тіккенін көзімен көрді. Бұл дін жолындағы алғашқы шахидтік еді. Ол түбінде Аллахтан келер жеңіске үміт етіп, мүшриктер келтірген зорлықтың зардабынан қорықпады. Кәпірлердің азабы күннен күнге күшейе түсті. Кәпірлер Қағбаға олармен сауда-саттық, алыс-беріс жасамау турасында үн қағаз іліп қойды. Басқаша айтқанда, оларға экономикалық қоршау, қысым, шектеу жариялады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен оған ергендер мүшриктердің зұлымдығынан бас сауғалап Сахараға келіп күн кешті. Мұқтаждық пен аштық, әділетсіздік, өмірдің ащы тұздылығы оларды қатты абыржытты. Хадиша Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қасынан әрдайым табылып, исламның қанат жаюы мен әділдіктің жеңуі үшін қолынан келгенін аямады. Осы қиыншылық 3 жылға созылды. Осы 3 жыл ішінде мұсылмандар жан түршігерлік азап пен зұлымдықты басынан өткерді. Аштық оларды ағаштардың қабығы, аңдардың терісі сияқты заттарымен азықтануға мүжбүрледі. Хадишаға ағасының ұлы Хаким ибн Хузам азық-түлік алып баратын. Мұны біліп қойған құрайыштықтар бұған да тыйым салған соң, Хаким оған ас-ауқатты жасырын әкелетін. Хадиша бұл азықтың барлығын мұсылмандарға үлестіріп беретін. Осы күндердің ішінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам көкесі, демеушісі Абу Талиб 80 жастан асып барып дүние салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Абу Талиб дүниеден өткенше құрайыштықтардың маған қолы жеткен емес деп айтқан. 3 күн өткен соң, хиджра жыл санауынан 3 жыл бұрын 65 жасында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жан жары Хадиша дүниеден өтті. Бұл пайғамбарлықтың 10-шы жылы Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам 50 жасында болған оқиға еді. Пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам елшіліктен бұрын 15 жыл, одан кейін 10 жыл, барлығын қосқанда 25 жыл ширек ғасыр бірге өмір сүрді. Сүйікті асыл жарының орны толмас қазасы Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, жанына қатты батады. Абу Талиб пен Хадиша дүние салған бұл жыл тарихта Амул Хузн, қайғы жылы, қаралы жыл деген атпен қалған. Міне, осылайша Хадиша өзінің артынан дін жолындағы қасиетті, даңқты күрес пен исламды дағуат етудің мәңгілік үлгісін қалдыра отырып, жаратушысының алдына аттанды. Ол Аллах елшісімен, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, 25 жыл отандасып, ақылды да салиқалы жар атанған еді. Бұл жайлы пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлем мен салауаты болсын, жәннаттың ең жақсы әйелдері Мариям Имран қызы мен
Хадиша Хуайлид қызы десе, тағы бір хадисінде осы дүниеде де, ақыретте де сый құрметке ие болған 4 әйел бар. Олар Имранның қызы Мариям, Перғауынның әйелі Әсия, Хуайлидтің қызы Хадиша және Мұхаммедтің қызы Фатима деген. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, өмірінің соңына дейін оны еске алумен өткен. Мәдинаға қоныс аударғаннан кейін бірнеше жылдан соң әйелдерінің бірінің үйінде отырған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сырттағы Хадишаның сіңлісі Халяның даусын естіп, оны Хадишаның даусына ұқсатып, «Тәңірім-ау, Халя!» деп тыпыршып орнынан тұрып кеткені жайлы хабар етіледі. Айша, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, оны Хадишаны есіне жиі алатын. Егер қой сойса, Хадишаның дос әйелдеріне үлестіріңдер, маған оның сүйіспеншілігі берілген дейтін. Пайғамбарды, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, Хадишадан қызғанғандай басқа әйелдерінен қызғанған емеспін, оны әсте көрмегенмін де, кейде мен пайғамбарға, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, тура дүниеде Хадишадан басқа әйел болмағандай деп айтып қалатын едім. Сонда Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, ол еді ғой, одан мен перзент сүйдім дейтін. Оны әр күні еске алғанына мен бірде қызғаныш білдіріп, неге сонша сол қызыл иек кемпірді айта бересің? Аллах тағала оны саған одан жақсы біреумен алмастырған жоқ па, дедім. Ол оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын ашуланып, Аллахтың атымен ант етемін, Аллах маған одан жақсыны бермеді. Адамдар маған қарсы келгенде, көпірлік танытқанда, Хадиша маған иман келтірді. Адамдар мені жалғаншыға шығарғанда, ол мені растады. Адамдар мені мал дүниеден айырғанда, ол мені өз дәулетімен жұбатты. Және одан Аллах маған әйелдердің басқасынан нәсіп етпеген бала берді, деп жауап қайтарды, деген. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, өмірінің соңында күңі Мария Қыптиядан көрген Ибрахим деген ұлынан басқа өзге әйелдерінен перзент сүйген емес. Хадишаның денесі Мекке маңындағы Хаджун деген жерде жерленген. Мүміндердің анасы Хадиша Хуайлид қызына Аллах разы болсын.